7-ші сабақ. Мамандық. Өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексеріңіз. Проверьте домашнее задание прошлого урока. Сен ауылда тұрасың ба? Сіздің аты жөніңіз Мағжан Айдарұлы ма? Ол 34 жаста ма? Сен нешінші пәтерде тұрасың? Сіздің мекен жайыңыз қандай? Сенің электронды поштаң m.aydarұлы айқұлақ mail.ru ма? Жаңа сөздер. Новые слова. Мамандық. Профессия. Шаштараз. Парикмахер. Жүргізуші. Водитель. Заңгер. Юрист. Дәрігер. Врач. Есепші. Бухгалтер. Ғалым. Ученый. Аспаз. Повар. Аудармашы. Переводчик. Оқытушы. Преподаватель. Мұнайшы. Нефтяник. Сатушы. Продавец. Әнші. Певец. Тілші. Журналист. Ұшқыш. Пилот. Болып жұмыс істеймін. Работаю по профессии. Қабылдау бөлімі. Приемная. Ғылыми орталық. Научный центр. Кесте. Таблица. Бірінші тапсырма. Жаттығыңыз. Практикуйтесь. Ол кім болып жұмыс істейді? Жіктік жалғауы. Личное окончание. Жіктік жалғау жақтық мағынаны білдіреді. Жіктік жалғау есімдер мен етістіктерге жалғанады. Личные окончания выражают значение лица, совершающего какое-либо действие. Личные окончания присоединяются к именным частям речи и глаголам. Жіктік жалғаудың жалғану үлгілері. Примеры присоединения личных окончаний. Мен Асқармын. Я Оскар. Мен есепшімін. Я бухгалтер. Зат есімдердің жекеше түрде жіктелуі. Спряжение имен существительных в единственном числе. Екінші тапсырма. Дұрыс нұсқаны таңдаңыз. Выберите правильный вариант. Мен, сен, сіз, ол. Мысалы, мен мұғаліммін. Үйге тапсырма. Сұрақтарды жауаптарымен сәйкестендіріңіз. Соедините вопросы с соответствующими ответами.